Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Нұрлыбаева Жадыра Дәуітбекқызы, Қаратау құрылыс техникалық колледжінің арнайы пәндері оқытушысымын. Газбен қамтамасыз ету жүйесі мен жабдықтарды монтаждау және пайдалану мамандығы бойынша гидравлика және аэродинамика негіздері пәнінен желдеткіштер тақырыбын назарларыңызға ұсынамын. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Құрметті студент, желдеткіш дегеніміз не? Білесіз бе? Сіз тұрмыста желдеткішті кездестірдіңіз бе? Газбен қамтамасыз ету шаруашылығында желдеткішті қандай мақсатта қолданады? Қанша сұраққа жауап бере алдыңыз? Біз өткен сабақтардан білеміз, тамшылы сұйықтықтарға жататын сұйықтықтарды, яғни оларға мұнай, су жатады. Құбыр арқылы айдаған кезде сұйықтықтарды сораппен айдаймыз. Ал егер газ тәрізді сұйықтықтарды құбыр арқылы айдайтын болсақ, қысым тудыратын болсақ, жылдамдығын арттыру керек болатын болса, газды қандай қондырғымен айдайды? Жарайсын, компрессормен айдаймыз. Газдардың сығылуын қамтамасыз етіп, құбыр арқылы айдайтын қондырғыларды жұмысшы қысымына байланысты келесі топтарға бөледі. Желдеткіштер. Газды ортаны 1,15 мегапаскаль қысым шамасына дейін айдайтын қондырғы. Газ үрлегіштер. Газды ортаны 1,15 мегапаскальдан жоғары қысыммен айдайды. Бірақ газ үрлегіштердің жасанды салқындату жүйесі болмайды. Компрессорлар газды ортаны 1,15 мегапаскальдан жоғары қысыммен айдайды. Газды сығатын кеңістігінде жасанды салқындату жүйесі болады. Желдеткіштер ең үлкен шамасы 1,15 мегапаскальдан аспайтын қысыммен өнеркәсіптік кәсіпорындарында әртүрлі газдарды айдау үшін пайдаланатын қондырғы. Сору шарты бойынша желдеткіштер бір жақты және екі жақты соратын. Қысым беру бойынша құбырға айдау шарты бойынша диффузорлы және диффузорсыз болып екі топқа бөлінеді. Өнеркәсіпте желдеткіштердің қолдану аймағы өте кең. Санитарлық бағытта өнеркәсіп ғимараттарын желдету үшін, ауаны жылыту үшін, тазарту үшін қолданады. Технологиялық бағытта үлкен мөлшерде ауаны айдау үшін, реакторларға ауа беру үшін, аппараттарда вакуум жасау мақсатында, түтінді газдарды сору қажет болған жағдайда, электр жетектерін суытуға ауа беру үшін қолданады. Сонымен бірге, өндірістік жағдайда желдеткіш қондырғыларды қозғалтқышпен, бақылау өлшеу приборларымен бірге қолданып үлкен қондырғы түрінде пайдаланады. Назарларыңызға желдеткіштің анимациялық бейнесі көрсетілген. Қысымы төмен газ желдеткішке берілген кезде газ мөлшері аз екенін байқаймыз. Ал енді қысымы жоғарылаған газдың желдеткіштен шығуы барысында газ мөлшерін көбейгенін байқаймыз. Қысымы артып, газдың немесе ауаның жылдамдығы артты. Желдеткіштің жұмыс принципі осы негізде болады.
Жұмыс принципіне қарай желдеткіштердің өстік желдеткіштер, ортадан тепкіш желдеткіштер деген екі түрі бар. Өстік және ортадан тепкіш желдеткіштер динамикалық қондырғыларға жатады. Ортадан тепкіш желдеткіш. Ортадан тепкіш желдеткіштерде газдың сығылуы қондырғының центріне бекітілген қалақшалардың айналуымен туындайтын күш арқылы орындалады. Назарларыңызға ортадан тепкіш желдеткіштің қондырғылары бөлшектері көрсетілген. Негізгі элементтері ол жұмысшы дөңгелек және корпус. Өстік желдеткіш. Өстік желдеткіштерде біліктің айналуынан туындайтын энергия арқылы газ немесе ауа сығылады. Жұмысшы дөңгелек газды өз бойымен айналдырады. Өстік желдеткіштердің негізгі элементтері корпусы, жұмысшы дөңгелегі және электр қозғалтқышы. Желдеткіштердің жұмысын сипаттайтын негізгі шамалар: беріліс, арын, қысым. Беріліс бірлік уақытта машина арқылы айдалатын сұйықтың немесе газдың мөлшері. Желдеткіштің берілісі қондырғының мөлшеріне, жұмысшы органдарының қозғалыс жылдамдығына байланысты болады. Беріліс және арын, қысым параметрлерімен біз алдыңғы сабақтарда таныспыз. Желдеткіште газ немесе ауаның сығылуы қысым мен температураның әсерімен жүзеге асады. Құрметті студенттер, сіздерге бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, бірнеше бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. Желдеткіш қандай қызмет атқарады? Газды айдайтын қондырғылар қандай топтарға бөлінеді? Желдеткіштің қандай түрлері бар? Өстік және ортадан тепкіш желдеткіштердің ерекшеліктері қандай? Желдеткіштің жұмысын сипаттайтын параметрлерді атаңыз. Осы сұрақтардың барлығына жауап алдыңыз деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыпты қорыту үшін және дамыта түсу үшін, өз біліміңізді жетілдіру үшін бірнеше бағыттан тұратын үй тапсырмасын орындаңыз. Ортадан тепкіш және өстік желдеткіштердің ерекшеліктерін анықтау, конспектлеу. Ортадан тепкіш және өстік желдеткіштердің сызбалары арқылы жұмыс принципін түсіндіру. Ортадан тепкіш және өстік желдеткіштердің техникалық сипаттамаларын оқу. Техникалық сипаттама қондырғы туралы көптеген мәліметтерін беретінін білеміз. Сондықтан да қондырғының техникалық сипаттамаларын оқу бізге өте қажетті мәлімет болып табылады. Аталған бағыттарда ізденіс жүргізу үшін төмендегі көрсетілген әдебиет тізімі бойынша оқып алсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.